Мен Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Кенесары ауылының Қоражандосов атындағы орта мектебінің 9 сынып оқушысы Жасұзақ Жансаямын. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл менің шағын кәсібімнің бастамасы десем де болады. Неліктен мен өз кәсібімнің бастамасын осы істен бастадым деп ойлайсыздар? Әрине, қазір барлығымыз білеміз, оқу құралдары болсын, басқа да заттар болсын, олардың бағалары айтарлықтай жоғары екенін. Соған байланысты мен өзім секілді оқушыларға қолжетімді әрі тиімді бағада оқу құралдарын сатуды жөн көрдім. Болашақта осы кәсіпті қолға алып, одан да ары қарай дамыту жоспарында бар. Келешекте өзімнің оқу құралдарын сататын үлкен дүкенімді ашу менің үлкен арманым. Мен кіммін? Мен оқушымын. Мен үйдің кенжесімін. Мен шығармашылыққа жақын жанмын. Мен жасампаз әрі әсемпаз оқушымын. Мен кітап сүйер оқырманмын. Және де мен жас кәсіпкермін. Кәсіп сөзі ағылшын тілінен аударғанда іскерлік деген мағынаны білдіреді. Маған кәсіп ашу жөнінде идея қайдан келді? Маған кәсіп ашу жөнінде идея сауда саласына деген қызығушылығымнан басталды десем де болады. Өйткені адамдармен қарым-қатынаста болу және тұтынушылардың көңілдерінен шығатындай дүниелерді сату мен үшін үлкен қуаныш десем де болады. Жас кәсіпкерге тән қасиеттер. Біріншіден, жаңашыл болу керек. Екіншіден, білімі жоғары болу керек. Үшіншіден, өнертапқыш болуы керек. Кәсіптің бастамасы қандай болды деген сұраққа жауап берсем, бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, мен өз сауда желімді оқушылар арасында байқап көрдім. Нәтижесінде олар оң көзбен қарап, оқу құралдарын алуға деген өздерінің ниеттерін білдірді. Бұл кәсіпте маған келер пайда қандай? Біріншіден, тұтынушылардың маған деген ыстық ықыласы мен алғысы. Екіншіден, көптеген тәжірибелер жинай аламын. Үшіншіден, кәсіп саласындағы өз орнымды табуға көмек береді. Кәсіптің бағасы оның біріншіден алынатын сапасына, екіншіден жасалынатын жарнамасына, ал үшіншіден оның қолжетімділігіне байланысты болады. Кәсіптегі сату өнерінің қағидасы. Біріншіден, тұтынушымен сыпайы сәлемдесу керек. Екіншіден, тұтынушының қажетін анықтап алу қажет. Үшіншіден, ұсынылып отқан заттың ерекшелігін, оның қажетін түсіндіру қажет. Төртіншіден, табанды болу қажет.